Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым, сіздермен мен Таңшолпан. Бүгін венский вафлидің өте оңай жолын көрсетемін. Венский вафли өте танымал вафлилардың бірі. Алдымен керекті заттарымызды барлығын дайындап аламыз. Барлық құрамдары видеоның астына описанияда жазып кетемін. 3 жұмыртқамызға қантымызды араластырып аламыз. Оның үстінен мен магазиннің йогуртын қостым. Негізі бұл жердегі сыры ең жұмсақ болуының магазиндік йогурт немесе қаймақ, творожный сыр ма сондай қоссаңыздар өте дәмді болады. Дәміне қарай мед қоссаңыздар да болады. Жарты қасық ас содасын қостым. Барлығын жақсылап араластырып, үстінен ақырындап аз мөлшерде ұнымызды қосамыз. Ұнымызды қосамыз, қоймалжың масса дайындаймыз. Содан кейін біз сұйық май қосамыз. Сұйық майды мен шамалы қостым, өйткені қалған мөлшерін мен вафлицамды майлайтын боламын. Осындай масса дайын болу керек бізге. Өте сұйық та емес, қатты қою да емес. Және де мен вафлицамды майлап алам. Өздеріңіз вафлицаларыңызға қарай көресіздер. Менің вафлицам соңғы уақытта еркелеп жүр, сондықтан осындай майлау керек болып тұр. Үстінен аз мөлшерде бір ожаудан осылай құйып дайындай бастаймын. Формасын өздеріңіз білесіздер, барлық төртбұрышты болу үшін барлық құймасын құюларыңызға болады, не жартылай жасауыңызға болады. Тез лезде дайын болады. Шайыңыз қайнағанша бәрін жасап болғанша дейін бұл да ыстық күйінде дайын болып пісіп, ыстық күйде дастарханға қоюға өте әдемі вафлилар. Тағы да құйып жатырмын. Кішкене көбірек барлық төртбұрышты қылып жан-жағын жабу үшін. Өте дәмді. Сметана немесе йогурт, творожный сыр сондай қоссаңыздар өте дәмді. Дәміне қарай өздеріңіз какао ма, әлде мед па, өздеріңіз еріктеріңізде қосуыңызға, сәндеуге де әртүрлі өздеріңіз безендіріп сәндесеңіз болады. Мен осылай 3 бұрышты қылып кесіп, турап қойдым. Өте дәмді. Соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.